он действительно получился, где-то не получился, но, а может быть, мы будем недовольны результатом. Вот теперь я хочу просто показать вот этот промежуток, почему оно не получилось. Да, вот что, или наоборот, почему этот результат не тот, который я хотел, хоть он меня и радует, но все равно это не тот результат. Для этого я вам предлагаю просто ответить на небольшие вопросы. Так, теперь вы затеяли какой-то, ну, давайте перейдем к проектной деятельности, да, для нас как-то ближе. Можно и Какой-то там, вот кто вам конкретно поможет в успешной реализации, допустим, вашей инициативы? Это мы смотря на свою картинку? Нет, картинка пока пусть она, вы можете потом ее в рамочку. Единомышленники, кто вам поможет, чтобы прийти к условиям? Вот у вас есть инициатива, без разницы какая. Мы сейчас не будем обговаривать, да, конкретика. Но вот кто, по вашему мнению, вот для того, чтобы к результату, который вы видите, да, прийти, кто вам все-таки поможет? Так, давайте конкретизируем. Единомышленники. У меня есть инициатива что-то делать. Конкретно какой-то проект. Создаешь команду, что себя, что? Так. Вот кто в эту команду может пройти? Смотря какой проект. Какой инициатива. Ну, Я же не буду у кого-то. Содан жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасымен тәжірибе болмаса, елде көптен пандемия болып жатып қалып, бір шығып келейік, әріптестерімізді көрейік, тілесейік деп келген жағдайымыз бар. Рухани жаңғыру біздің батысқа шынымен де серпілді. Кәдімгідей медициналық мысалы пунктке салып берген, спорт алаңдарын салып берген, кәсіпкерлер кәдімгі ауылына деген бір жанашырлығын оятты мына бағдарламаға шын мәнінде. Рухани жаңғыру, рухани қаңғыру деп күлкіге айналдырамын ғой. Негізі шын мәнінде сау ақылмен салмақтаса, кәсіпкерлердің елге деген бір несін оятып, дұрыс бағытқа салды. Дәл осы бағдарлама бойынша салынып жатқан дүниелер сіздерге сияқты біздің ауылда да бар. Біздің елде де бар. Облыста. Соның ішінде біздің елде Казталовка деген ауданда қателеспесем ең жақсы осы бағдарлама рухани бағдарлама жақсы жүріп жатыр. Бірнеше азамат бір-екі ауылға мекен, үш ауылға мекен медициналық пункт салып берді. Спорт алаңдарын салып берді. Біздің аудан деп көп емес, жылына 30-40 миллионның жобасы жүзеге асып кетіп жатыр, жыл сайын. Енді шаралар, шаралардың ішінде мысалы сіздің күнбөргі үйіңіз, көнеден жеткен күнбөргі үйіңіз, жаңағы ашам айыңыз, ой салып келген жақсы екен. Мысалы біздерде де өткізіп жүрміз, мысалы соғым басын өткізіп жүрміз, биылдан бастап төркіндерді өткізіп жүрміз, өткізейік деп жоспарлардан тұрмыз. Сонымен қатар жаңағы биыл келіндердің бесік жырын конкурс өткізіп жатырмыз, 27 жыл өтіп. Сондай бір әдемі жобаларымыз бар. Жаңағы шай ішіп отырып талқылап жатырмыз. Кейде осы рухани жаңғыру бағдарламасы кейде тоқырау құшағы ұсақ болады. Кіл жаңағы атқа міну, арқан тартумен де шектеп жатамыз. Ләңгі теп кіреміз. Қашан қошаған өткен дейміз. Бұлай апарып басқа бір немеге салсақ жұрты күледі. Рухани жаңғыруға қатысы бар дейді. Негізі ойлаймын, осы рухани жаңғыру деген бір рухани серпіліс емес пе? Әр жақсы нәрсе өткізсек, соның бәрі рухани жаңғыруға жатпай ма? Мысалы енді футболды қоймай қоспасақ та, бір жақсы бір театрлық қойылым болса да бір рухани адам жаңғырмай ма? Қалай ойлайсыздар? Сондай бір кейде соны шектеп тастаймыз. Кіл, дала кездіріп, не болмаса жаңағы
иштерин жүргүзүп осының да аясын кеңейтүү керек сияқты. Әріптестерімізге рахмет, келгендеріңізге. Нұрия ханым бар соның ішінде таңнан бастап қарсылап алды. Жаңағы жылысыз, жақсы жарымыз дейді ғой, келген жақсы сөзін айтып жатқан жоқ. Жанымызда жүр, көп рахмет. Алла риза болсын, жұмысыңыз